Баха, добрый вечер. Баха, қайырлы кеш. Киевте кездесіп жатқанымызға өте қуаныштымын. У меня сегодня дебют вообще. Менде бүгін дебют. Құттықтасаңыздар болады. Бүгінге дейін жастар музыкасының өкілінен сұхбат алған емеспін. Это хорошо, что вы меня еще относите к молодежному поколению, потому что мені жастар буынына қосқаныңыз үшін көп рахмет. Себебі біздің де жасымыз келіп қалды. Сіз Бахтияр Гусейнұлы Мәмедовсіз. Иә. Неліктен онда Джах Халиб? Как-то вот как будто кто-то через меня это все делает. Өмірімде көп шешім түп санамда қабылданады. Өмірімнің бір сәтінде өзім солай айта салдым. Бірақ маған Джа деген сөз ұнайды. Көбі бұл сөзді естігенде шөп шегу процесін ойлайды. Барлық растамандар үшін солай. Дегенмен Африкада Джа Растафари есімді басшы болған ұмытпағанымыз жөн. Африкалықтар үшін ол кісі әулие саналып кетті. В последующем люди возвели в какой-то лик Бога. Вот, поэтому, наверное, Калиб, мне кажется, это такой. Ал Калиб деген жай ғана фук ете салғанда шыққан. Мән мағынасы жоқ. Джа дегеннің тарихы тереңде. Әулие адамның болмысын сипаттай. Түп санада туған сөз. Қазір ғана Джаның өмірімен етене байланысып кеткенін ұққандаймын. Жұмысымда теріс септігі байқалады. Кемені қалай атасан солай жүзеді дейді емес пе? Адамдармен тілдескенде сездім. Оларға біздің ой ұнайды. Сонымыздан ерек. Сондықтан Джа Халиб. Бұл екі сөз ойда жоқта туындап кетті ме? Иә, жасым 12-де, 12-13-те болған ғой. Есейгеннен кейін барып Джа Растафарайдың өмірін зерттей бастадым. Ол зұлымдықты жаны сүймейтін басшы болған. Ол барлық сауалдарды бейбіт шешкен. Кейде қулықпен алған. Бірақ дөрекі күштен аулақ жүрген. Сіз Алматыда тудыңыз. Мен Алматыда бірнеше рет болғанмын. Тамаша қала. Сондай жылы. Өмір сүру үшін арналған мекен. Иә, өмір сүру үшін, бірақ жұмыс істеуге қолайсыз. Сіз Алматыны сүйесіз бе? Шексіз, ессіз. Алматыны жан тәніммен сүйемін. Алматыны көп жағдайда Питермен салыстырып тұрамын. Көбісі мәдени астана болғандықтан ба дейді. Негізі екі жерде де тұрғындар өз мекен ерекше сүйеді. Шетелде тұратын таныстарым бар. Нью-Йоркте, басқа жерде, бірақ олардың барлығы Алматыға оралады. Олардың барлығы Алматыдан асқан шаһар жоқ дейді. Мен де солай ойлаймын. Бірақ қазір онда тұра алмаймын. Себебі Алматыда жұмыс режимінен қағылып қаламын. Онда жұмыс істеу мүмкін емес. Тек қана демалу керек. Тек қана демалыс. Өткенде өзіммен бірге досымды ертіп әкелдім. Қазақстанда тур болған. Киевтегі достарым шақырғанмын. Олар алғаш рет Алматыға келді. Неге әр жерде тойханалар салынып тасталған деп таңғалып жүр. Есіңізде ғой, бітпейтін мейрамхана, бітпейтін тойхана. Иә. Қаланы жоғар жағда тіпті көбейе береді. Иә, бәрі демалып жүреді, ешкім асықпайды, қарбалас тіршілігі жоқ. Мәскеудегі өмірден соң Алматыға келсем, неге бәрі сонша баяу деп налимын. Бұл жай ғана келіп, ләззат алу үшін арналған мекен. Для того, чтобы просто приехать туда, у меня там родительский дом. Тауда әке шешемнің үйі бар. Келемде терезені ашып қойып ауа жұтамын, дем аламын. Осы тұста мінсіз қала. Бірақ жұмыс мүлдем жүрмейді. Сіз өзіңізді Әзербайжанмын дейсіз бе, әлде қазақсыз ба? Шынымды айтайын, мен Әзербайжанға келсе бәрі біздің баламызсың дейді. Қазақстанға барсам қазақсың дейді. Түсінбеймін, кіммін өзі? Әке шешем де ылғи таласады. Анам қазақтың қызы, сен қазақсың дейді. Әкем Әзербайжан, түп тамырында ұмытпа дейді. Білмеймін. Бәрі жағдайға байланысты шығар. Кейде Әзербайжанмын, кейде қазақпын. Метистер өз сондай. Мысалы, музыкамда түркілердің дала әуені барда, кавказдарында ноталар кездеседі. Бұл микс. Нақтылау аса қиын. Ну, то есть это не назовешь конкретно такое, это какой-то микс. Хорошо, когда смешение национальности, правда? Да, ты мыслишь уже по-другому. Әр ұлттың қаны болған жақсы ғой. Никогда не могу понять, чей я. Сонда адамның ойлау қабілеті де басқаша болады. Мен ешқашан өзімді, кімнің баласы екенімді түсіне алмай кетермін. Бакуда достарыма қонаққа барғанда, білесіздер, Әзербайжанда шетінен патриоттар. Олар маған отанына қош келдің дейді. Иә, Әзербайжан менің отаным. Бұл ата-бабаларым, әкем туған жер. Бірақ менің кіндік қаным Қазақстанда тамды. Қазақстанда өстім, өндім, достарым қазақ. Иә, алғашқы махаббатым да Қазақстанда басталды. Музыкалық мектепке де сонда бардым. Махаббатыңыз қазақ қызы ма еді? Айтпақшы.
еске түсіру керек. Нет, первая девушка у меня Жоқ, была татар-ау татарка деймін. или что-то такое. Алматы негізі көп ұлтты емес пе? Өте көп ұлтты. 123 ұлт өкілі тұрады. Тату тәтті тұрады, иә? Әлбетте. Сосын біз қалаға бардық. Кәдімгідей дамып кеткен. Мәскеуден де Киевтен де кемісі жоқ. Бірақ ауаның ластануы мені қатты алаңдатады. Қаланың төмен бөлігінде лас ауа, иә? Иә, төменде. Біз тауда тұрамыз, ол жақта тыныс алуға болады. Ал қала ішінде мүмкін емес. Киевке көшіп келгенімнің сыры да осында. Бұл жақтағы ауа өте таза. Мәскеуде де, Питерде де болдым. Бармаған жерім қалмады. Бірақ бәрінен де таза Киев. Ал Қазақстанды не үшін жақсы көресіз? Не үшін Қазақстанды жақсы көремін? Блин, это вот сложно объяснить. Мұны түсіндіру мүмкін емес. Қазақстандықтардың бойында мынадай нәрсе бар. Ылғи болғанда. Сонау қазақ хандығы кезінен бері сондай. Қазақстан ішінде бәрі бір-бірін жақтырмайды, ұнатпайды. Қойыңызшы. Қазақ тарихын зерттесеңіз, жүздерге бөлінгендігін білесіз. Кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз. Бейне бір клан сияқты. Осылай түсіндіруге болатын шығар. Сол, олар әрқашандай бөлініп жүретін. Бірақ сырттан жау төнгенде бәрі бірге қалады. Енді қараңыз, Мәскеуде тұрғанымда жас жігіттерді көрем. Қай жақтансыңдар? Қазақстаннан қазір келдік. Тұратын жер таппай жүрміз. Ухо, бауырларым, үйге жүріңдер. Міне тамақтарды салып әкетіңдер. Мына ақшаға пәтер жалдап алыңдар. Қазақтар осылай бірін-бірін ылғи демеп жүреді. Қазақстаннан тысқары жерде. Бұл тамаша ғой. Бұл керемет. Мен сол үшін Қазақстанға ғашықпын. Қазақтар бір тұтастығын жоғалтпаған. Қазақстанды шексіз сүйемін. Қазақстандықтарды сүйемін. Халықты, елді. Қазір ел іші турларда жүрмін. Елде жүріп бір-екі аса ауыр мәселелерді байқаймын. Біріншіден бізде білім мәселесі ақсап тұр. Барлық бұрынғы кеңес елдеріндегідей. Ешкім құрып кеттікір, ешкім оқығысы келмейді. Білім керек екендігін ұқпайды. Қазір заман басқа. Кеңес одағы артта қалды. Кішкене кәсіпке жақын болсан жететтейтін кез өтті. Онымен байып кете алатын уақыт келмесе кетті. Қазір капитализм дәуірі. Ал қалғын келмесе оқу керек. Кішкене болса да білу қажет. Жақсысы көбірек білу. Сонда бәсекеге қабілетті боласың. Ақша табу үшін оқу керектігін білмейді. Ал мен блогер бола саламын дейді. Блогер болу оңай деп кім айтты? Оған да ми керек. Статистика, аналитика, СММ, маркетинг, менеджмент, креатив, актерлік шеберлік бәрін алып жүру керек. Сырт көзге жеңіл сияқты. Сосын өзі видео түсіріп көрсе, камераның қалай дұрыс қояды деп әлек. Соны да түсінбейді ғой. Білім жүйесі бұл басты проблема. Екіншісі мемлекетке үміт арту. Бұл да барлық посткеңестік елдердің індеті. Кеңес өкіметі, коммунизм түп санаға бекініп алған. Әкемен осы жайында көп таласамыз. Бұл қиын тақырып. Ол заман өтті әке деймін. Өтті. Қазір капитализм. Әркім өз жайын жасауы тиіс. Мен өзімшілмін. Сен де өзіңді ойла әке деймін. Бәрі өзін ойлауы абзал. Заман сондай. Сіз Қазақстан ауылдарында мектеп соғу үшін ақша жинап жүрсіз дейді. Қазір ауылда емес. Иә, дұрыс, жинап жүрмін. Қазақстан білім жүйесін жақсарту үшін дейікші. Бүгінге дейін мен қомақты сома жинап жүрмін. 2 бизнесменді тауып қойдым. Олар да инвестиция жасаймыз деп отыр. Бұрын ауылдарда соғамын деп жоспарлағанмын. Сосын әкімшіліктен статистика сұраттым. Сөйтсем барлық ауылдарда, тіпті айдалада да мектептер түгел екен. Шүкір. Бірақ менде басқа ой туды. Әрқашан мені ойлар мазалап жүреді. Ғажайып идеялар жүзеге асыруды ұнатамын. X-Men деген кино бар. Олардың өз мектебі қызмет етеді. Әдемі мектеп. Ерекше талантты балаларды іріктеп алады. Мутанттарды. Енді кинода мутанттар. Неге Қазақстанда сондай үлкен жақсы мектеп 500 адамға арналған ашпасқа? Еліміздің түкпір-түкпірінен данышпандарды бір шаңырақтың астына неге жинамасқа? Бала данышпандарды. Ауылдардан, қалалардан, кімнің қандай қабілеті бар, сол мектепке тұратындай қылып. Себебі олардың әдетте жағдайы төмен. Көп ғұламалар лашықтан шыққан. Міне факт сондай.
Сондай мектеп жасағыңыз келеді. Я, дәл сондай. Балалар сонда өмір сүреді. Және сол жерде қызықты пәндерді оқытса ғой. Мысалы, менің мектебімде шешендік өнерін оқытатын. 3-ші сыныпта риторика оқығанбыз. Қазір барып қана соның пайдасын сезіп жүрмін. Адамдармен араласқанда мектепте риторика, шешендік өнерін оқығанбыз десем, мектепте риторика болған ба деп таңғалады. Ал оны біз мектепте өткенбіз. Міне Қазақстан мектебі қандай. Я, шүкір, мамам мені жақсы мектепке берді.